Саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Баршаларыңызға бүгінгі сабақтың тақырыбы ақпарат қасиеттері. Яғни біз өткен сабақта өткенбіз басқару құрылғысы, арифметикалық логикалық құрылғы деген сияқты. Енді біз бүгін ақпараттың қасиеттері дегенді өтеміз. Және де одан кейін ақпараттың өлшеу бірліктері. Ақпарат қасиеттеріне бізде көптеген түрлері бар. Яғни нақтылығы, дәлдігі, қолжетімділігі, объективтілігі, толықтылығы, құндылығы, анықтылығы, өзектілігі деген сияқты түрлері бар. Енді оның әрқайсысымен танысып өтейік. Ақпараттың маңызды қасиеттерінің біріншісі бізде өзектілігі. Ақпараттың уақытында берілуі. Мысалы, Каспиіңізде қазір сізде 1360 теңге бар десе, ол былайша айтқанда ақпарат уақытында алуы, яғни былайша айтқанда уақытқа тәуелді болатын болса ақпарат, ол бізде ақпараттың өзектілігіне жатады. Егер де ол бір ай бұрын сіздің счетыңызда 1360 теңге болды десе, ол уже ақпарат өзекті емес. Екіншісі дәлдігі. Ақпараттың нақты мәліметке сәйкестілігі. Былайша айтқанда 2 көбейтілген 25 бізде 50, 2 қосылған 2 4 деген сияқты. Және де ақпараттың нақтылығы деген болады. Ақпараттың шындыққа сай келуі. Бір тәулікте 24 сағат бар, ол нақты болып табылады. Ал Марста тіршілік бар, нақты емес. Ал төртіншісі құндылығы. Ақпараттың шешім қабылдауға көмектесуі. Былайша айтқанда сізге забота істесе, или сіздің бір белгілі бір мәселені шешсе, немесе болашақта сізге көмектесу мақсатында бір ақпарат беретін болса, мысалы, бүгін жаңбыр жауады, қол шатыр ал. Яғни бұл сізге забота істеп жатыр, сіздің болашағыңыз уайымдап жатыр. Бұл ақпараттың құндылығын ашытады. Енді бесіншісі толықтылығы. Ақпараттың жеткілікті немесе толық болуы. Яғни информацияның бізге түсінікті және де толық болуы. Мысалда анам туған күні 4 маусым десе, яғни ол 4 маусым бізде 1 ай жазын және де маусым 4 маусым екені, былайша айтқанда барлық түсінікті бізде. Ал егер де анам туған күні жазда десе, ол бізде толық емес ақпарат болып табылады. Енді сіздерде сұрақ болуы мүмкін, дәлдік пен нақтылықтың айырмашылығы неде? Мысалы, 2 көбейтілген 25 ол да шындық, мынау да шындық қой деген сияқты. Дәлділік көбінесе нақты мәліметке, яғни көбінесе сандарға, цифрларға, есептерге андай точно болу, яғни дәлділікке жатады. Точно, мысалы 2 қосылған 2 точно 4 қой. Сол сияқты, ол да шын бірақ. Ал нақтылық көбінесе бізде синоним сөздермен жүреді. Яғни бір тәулікте 24 сағат бар. Немесе бір жылда 365, 366 күн бар деген сияқты. Былайша айтқанда, ол сөйлеген кезде андай нақты дәлелдермен, андай былайша айтқанда логикалық тұрғыдан синоним сөздермен келеді. Көбінесе сөйлемдермен. Нақтылық соған жауап береді. Және де келесі қаншасына келдік? Так, мынау 6-шысы. Объективтілігі. Нақты тексеруге, өлшеуге болатын ақпарат. Мысалы, Қазақстанның астанасы Нұр-Сұлтан. Енді қазір бұл объективті ақпаратқа саналмайды, себебі қазір Астана ғой. Яғни былайша айтқанда, объективті ақпарат ол как она есть қой. Яғни тексеруге, өлшеуге болатын нақты ақпарат түрі. Және де келесі субъективтілігі. Адамның пікірі, сезіміне негізделген ақпарат. Мысалы, 9 сыныптағы бар балалар жақсы оқиды. И мынандай ақпарат болады. Мысалда, Реал Барсадан қарағанда күшті, немесе Барса Реалдан қарағанда күшті деген, енді көптеген пікірталастар болады. Яғни ол субъективті ақпарат болып саналады. Себебі әр адамның ойы әртүрлі, яғни футболда әртүрлі адамдар көргеннен кейін, былайша айтқанда, ол субъективті ақпарат, ол біреу Барса күшті дейді, біреу Реал күшті дейді. Яғни былайша айтқанда, субъективті ақпарат ол адамның пікіріне байланысты. Объективті ақпарат ол былайша айтқанда нақты, как она есть болғаннан кейін, ол субъективті ақпаратқа тәуелді емес. Сегізіншісі қолжетімділігі. Ақпаратты қажет болған кезде алу мүмкіндігі. Мысалда, компьютер жоқ болса, кітаптағы ақпарат CD дискке қарағанда қолжетімді.
Ал егер де компьютер бар болатын болса, CD дисктегі ақпарат кітапқа қарағанда қолжетімді, мысалда тығасың андай компьютерге, және де одан былайша айтқанда видеоны тез көресің, кітапты оқып отқаннан көрі деген сияқты. Сосын келесі 9 анықтылығы, ақпараттың түсінікті және де айқын түрде берілуі. Мысалы, өрт кезіндегі нұсқаулық ана тілінде жазылса, ол анық ақпарат. Ал допустим, сендерге бүйтіп деген андай бір қытайша жазулар болады, енді жаза алмаймын қытайша. Сондай бір ақпарат тұрса, типа өрт кезінде деген, ондай жазуды оқи алмайсыңдар ғой. Сендер өздерің ана тілдерінде, ей, өрт болып жатыр деген сияқты, или бүйтіп мынаның әйнекті сындыр деген жазулар былайша айтқанда түсінікті. Ең болмағанда орысшасы. Яғни сендер ақпарат орыс тілінде немесе қазақ тілінде анық болады. Ал былайша айтқанда қытай тілінде ол сендерге ақпарат анық емес болады. Енді ақпараттың қасиеттерін өттік, ақпараттың өлшеу бірліктерімен танысып өтейік. Ақпараттың компьютердегі көрінісі, былайша айтқанда, барлық ақпарат түрлері, сөздер, сандар, суреттер, бағдарламалар, видеолар, барлығы компьютерде екілік сандар тізбегі ретінде сақталады. Сигнал бар болса 1, жоқ болса 0, яғни мынау лампочкадағы сияқты. Және де бұл мәндер бит деп аталады. Яғни бит дегеніміз ағылшын тілінен бит, binary digit, ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі. Ол тек екі мәннің бірін ғана қабылдай алады. 0 немесе 1. Яғни 1 бит ол 0 болып табылады, немесе 1 болып табылады. Келесісі. Биттен кейінгі бізде байт, яғни ақпарат өлшеудің келесі бірлігі. 1 байт 8 битқа тең. Ақпарат өлшемін өзгерту ережесі былай болады. Яғни біз үлкеннен кішіге ауыстырғанда көбейтеміз, ал кіші өлшемнен үлкенге ауысқанда бөлеміз. Былай. Мысалда біз осыны битке айналдырғымыз келеді. Енді қараңдар, байт биттен үлкен ғой өлшем бірлігі бойынша. Яғни біз үлкеннен кішіге ауыстырғанда біз оны көбейтеміз. 1 байтты біз битке ауыстыру үшін 8-ге көбейтеміз, яғни ол бізде 8 бит. Ал егер де 8 биттен байтқа ауысқымыз келетін болса, кіші өлшемнен үлкенге ауыстырғанда біз бөледі екенбіз. Яғни 8 битті біз 8-ге бөлеміз, сол кезде бізде 1 байт шығады. Немесе мынақты 2 байт болатын болса, 16 болады деген сияқты. Келесі. Енді ақпарат өлшеу бірліктері бізде мынандай: байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт, петабайт, экзабайт, зетабайт, йотабайт. Яғни осындай көптеген түрлері бар. Енді қараңыздар, олардың қысқартылуы, қысқаша жазуы осындай болады барлығының. Және де былайша айтқанда 2010 дәрежесі бізде 1 килобайтты береді, 2020 дәрежесі мегабайтты береді. Осындай өсу реті бойынша тура сондай. Яғни сіздер мыналардың аттарын жаттап алсаңыздар, сіздер 2-нің қанша дәрежесіндегі байт екенін анықтай аласыздар. Мысалда 1 килобайт ол 1024 байт, 1 мегабайт 1024 килобайт, яғни естеріңізге сақтаңыздар. Бізде 1 байт бар. Және де біз егер де артқа қарай, яғни битқа ауысқымыз келетін болса, біз оны 8-ге көбейтеміз дедік, яғни ол 8 бит болып табылады. Ал егер де сіздерде 1 мегабайт бар, немесе 1 килобайт дейікші, мақұл. 1 килобайт бар. Сіз оны байтқа ауыстырғыңыз келетін болса, сіз оны уже 1024-ке көбейтесіз. Яғни ол бізде 1024 байт. Тура солай 1 мегабайттан килобайтқа ауысу үшін, немесе гигабайттан мегабайтқа ауысу үшін сіздер 1024-ке көбейтіп отырасыздар. Керісінше болатын болса, 1024 байтты біз килобайтқа ауыстырғымыз келетін болса, біз 1024-ке бөлеміз. Яғни ол бізде 1 килобайт. Немесе 2048 байтты біз килобайтқа ауыстырсақ, ол бізде 2 килобайт болады. Және де түсіндіре кететін жайт, қазір барлығын өшірейін. Сіздер ешқашан бір өлшем бірлігінен екінші өлшем бірлігіне секіріп кете алмайсыздар. Мысалда бізде 1 мегабайт қанша байт деп тұр.
Сіздер тұрасыздар да 1 мегабайтты 1024-ке көбейтіп, сіздер байт деп айта алмайсыздар. Яғни қараңыздар, бізде реттілігі бойынша килобайт тұр, иә? Яғни біз 1 мегабайтты бірінші килобайтқа аударып аламыз. Яғни ол бізде 1024 килобайт. Сосын бар 1024 килобайтты біз байтқа ауыстыра береміз. Яғни 1024-ті тағы да 1024-ке көбейтеміз. Ол бізде шамамен 1.48.576. Иә, тура сондай. Ал енді бізде байт болды. Ал егер де байттан битқа ауысатын келсе, ол сол кезде біз 8-ге көбейте саламыз. Сол кезде бізде биттің мәні шығады. Ал биттен байтқа өту үшін 8-ге бөлеміз. Ал қалғандар барлығында 1024 рөл ойнай бастайды. Яғни 1024-ке көбейтеміз немесе бөлеміз деген сияқты. Сосын мысалға алатын болсақ, ұбт-да келген есептердің бірі 1 мегабайт 2-нің қанша дәрежесіндегі байтқа тең екенін анықтаңдар. Енді қараңыздар, сіздерге мына кестеде айтқанымдай 1 байттан кейін килобайт қой. Яғни килобайт 2-нің 10 дәрежесі. Енді сіздер 1 килобайттың 2-нің 10 дәрежесі екен білесіздер. Яғни сіздер 1 мегабайттың 2-нің 20 дәрежесі екен білесіздер. Ал мегабайттан бізде гигабайт қой. Ол бізде 2-нің 30 дәрежесі. Гигабайттан кейін терабайт. Ол бізде 2-нің 40 дәрежесі. Осындай реттілікпен кете береді. Яғни 1 мегабайт бізде 2-нің 20 дәрежесіндегі байт екен. Келесі есеп. 2 мегабайтта қанша байт екен есептейік. Яғни сіздерге айтқанымдай, енді мынау сызуға өте ыңғайлы аймақ екен. Қараңыздар, мына жақта бізде бит. Мына жақта байт. Килобайт, мегабайт. Бізден мынаны сұрап тұр. 2 мегабайт қанша байт? Яғни байт дегеніміз мынау. Яғни біз мегабайтты бірінші килобайтқа ауыстырамыз. Сразу байтқа секіріп кетпеңіздер. Так, 2 мегабайтты килобайтқа ауыстыру үшін біз 2 көбейтілген 1024 дейміз. Сол кезде бізде 2048 килобайт шығады. Енді біз 2048 килобайтты тағы да 1024-ке көбейтсек, көбейтілген 1024, сол кезде бізде байт шығады. Яғни, так, 2048-ді 1024-ке көбейтсек бізде қанша шығады екен? Калькулятормен есептеп жіберейік. 1024 бізде 2 миллион 2 миллион 97 мың 152 байт шығады екен. Келесісі. Алматы сөзінің ақпараттық көлемі қанша бит екен анықтайық. Яғни алматы деген қанша символ көрейікші? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни бізде 6 символ бар. Егер де бізде осылай Unicode, ASCII код немесе әліпби қуаттылығы деген берілмесе, біз әр символды 1 байт деп есептейміз. 6 символ ол бізде 6 байт. Ал бізде битпен сұрап тұрға. Сол үшін 6 байтты біз 8-ге көбейтеміз. Яғни былайша айтқанда ол бізде 48 деген бит шығады екен. Келесі есеп. 4 мегабайт ақпарат 64 килобайт ақпараттан неше есе көп? Яғни бізде мынаны сұрап тұр. Килобайт, мегабайт. Осының ара қатынасы қандай? Бұл үшін біз барлығын бір өлшем бірлігіне келтіріп алуымыз керекпіз. Яғни мегабайтты килобайтқа немесе килобайтты мегабайтқа ауыстырамыз. Енді маған 64-ті 1024-ке бөліп оны мегабайтқа айналдырған андай майда сан шығып кетеді. Сол үшін мен мегабайтты 4 мегабайтты былайша айтқанда 1024-ке көбейтейін, сол кезде менде килобайт шығады. Яғни 4-ті 1024-ке көбейтсек, бізде 4096 шығады. Яғни ол бізде килобайт. Және де бізде 64 килобайт бар. Яғни мен оны 64-ке бөлем. Сол кезде бізде
4 мегабайт 64 килобайттан былайша айтқанда 64 есе көп екен. Және де келесі есеп. 400 беттен тұратын кітаптың әр бетінде 50 жол, әр жолда 70 символ бар. Кітаптың көлемі қанша байт дейді. Шамамен. Енді қараңыздар, біз бірінші символдардың санын есептеп алу керекпіз. Бізде общий 400 бет. Оны көбейтеміз 50 жолға, әр бетте яғни 50 жол. Және де оны көбейтеміз әр жолда 70 символ. Енді осының барлығын біз көбейтетін болсақ, бізде 1.400.000 шығады екен. Яғни 400 мың. Енді бізде кітаптың көлемі шамамен қанша байт? Бізде 1.400.000 байт. Егер де біз оны килобайтқа айналдырғымыз келетін болса, 1024-ке бөлеміз, сол кезде бізде 1367 килобайт шығады. Ал 1367 килобайт ол бізде 1.33 мегабайт. Егер де мегабайт, килобайт деген сұрайтын болса. Келесі есеп. Әр пикселі 24 битпен, яғни 3 байтпен, 24 бит немесе 3 байтпен кодталатын 1920 да 1080 пикселден тұратын фотосурет бар. Осы ақпараттық көлемі килобайтпен, мегабайтпен қанша болады? Яғни суреттің былайша айтқанда көлемін білу керекпіз, ақпараттық. Яғни біз не істейміз? 3 байт әр пикселі. Яғни пикселдің санын анықталайық. 1920 көбейтілген 1080. Яғни біз жалпы пикселдердің санын анықтап аламыз. 1920 мен 1080-ді көбейтетін болсақ, бізде 2.073.600 деген сан шығады. Яғни бізде осыншама пиксель бар. Ол әр пиксель бізде 3 байт. Яғни мен оны 3-ке көбейтем. Сол кезде бізде 6.220.800 байт болады. Яғни суреттің общий көлемі бізде 6.220.800 байт. Ал бізде немен сұраптар? Килобайтпен және мегабайтпен сұраптар. Яғни біз 1024-ке бөлеміз. Сол кезде бізде 6075 килобайт болады. Ал оны тағы да 1024-ке бөлетін болсақ, бізде 5-9 или шамамен 6 мегабайт. Яғни бір суреттің көлемі 6 мегабайт, 6075 килобайт болады екен. Сонымен біздің сабағымыз тамам. Сабақ ұнаса және де былайша айтқанда көріп бітсеңіздер, назарларыңызға рахмет.